Бірінші қыркүйекте президенттік жастар кадр резервіне іріктеу басталады. Президенттік жастар кадр резерві Қазақстанның жаңа басқарушылар элитасын қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік лифт. Жобаға 35 жастан аспаған, жоғары білімді және мемлекеттік тілді меңгерген, кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Іріктеу мемлекеттік басқарудың негізгі салалары бойынша жүргізіледі. Президенттік жастар кадр резервіне қатысу үшін pkreserv.gov.kz сайтында өтініш беру қажет. Мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу бойынша тест тапсыру, ситуациялық тапсырмаларды шешу. Әрі қарай сарапшылар үміткердің құзыреттерін топтық және жеке жаттығулардың нәтижелері бойынша бағалайды. Бұдан әрі әңгімелесу барысында қатысушы таңдалған сала бойынша өз идеясын таныстырады. Барлық кезеңнің кешенді нәтижелері бойынша ұлттық комиссия 50 кандидаттың тізімін қалыптастырады. Президенттік жастар кадр резерві ел дамуына өз үлесіңді қос.